Сырдария бастасын. Ал кет. Söyleyemiz gibi. Саламатсыздар ма барша қазақ елі. Осы Әлімнұр мінекей Қытайға барып тұтқындалғалы 4 ай болды. Содан бері мына Қытай ешқандай бізге нақтылы жауап бермей отыр. Сол себептен мен Қытайға қарсылығымды Әлімнұрды шығармай тоқтатпаймын. Қарсы болғанымыз қарсы болған. Өйткені Әлімнұр Қазақстанның азаматы. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне өздеріңіз жаңа тыңдадыңыздар. Біздің бауырымыз Қазақстан азаматы Әлімнұр Тұрғанбайды міне 120 күннен бері Қытайлар себепсіз тұтқындап түрмеде ұстап отыр. Ал енді Әлімнұр Тұрғанбайдың Қазақстан азаматы екені, оның жұбайының, бала-шағаларының барлығының Қазақстан азаматы екені толық дәлелденіп тұр. Соған қарамай Қазақстан біздің тәуелсіздігімізді мойындамай, Қазақстан Республикасы берген құжатты мойындамай, Әлімнұр Тұрғанбайды ешқандай қылмыссыз түрде тұтқындап отыр. Біріншіден. Екіншіден, Қытайлар біздің қолдағы қаншама бауырларымызды жазықсыз лагерлерге қамап отыр. Қаншама адам өтіп кетті. Қаншама адам әлде де түрмеде азаптар тартып жатыр. Ал лагерден шыққан адамдардың өзі денсаулығынан айырылып, қазір қалпына тартып жатыр. Осы кезде Қытайлар бізге визасыз беріп жатыр. Қытай бізге визасыз беріп жатыр. Визасыз келіп алып, біздің жерлерімізді сатып алып, біздегі ірі нысандарды сатып алып, бізге экономика жақтан қауіп төндірсе, тағы да осы бізге демократия жақтан қауіп төндіріп жатыр. Осында көбейіп, бізді осы өзіміздің мемлекетімізде бізді ашылық ұлтқа айналдыру қаупі төніп тұр. Сондықтан біз Қытаймен болған визасыз режимге қарсымыз. Қытаймен болған теңсіз келісімдердің барлығына да қарсымыз. Қытаймен болған байланыс қайтадан реттелсін. Біз Қытайға қарсымыз. Қазір біз Қытайдың туын өртеп білдіреміз қазір. Әлімнұр Тұрғанбайұлын босасын Қытай. Жазықсыз азаматты. Қытай экспрессиясына қарсымыз. 中国共产党立即释放被无故关押的哈萨克斯坦公民阿里姆努尔图尔干拜，停止对哈萨克族和维吾尔族人民的压制和不公行为，狗日的共产党下台，习近平下台。 Былай қарай жақындата беріңіз.习近平下台。 Қытайға қарсымыз. Қытайлар біздің даламызға келмесін. Келсін, келмесін. Тұра берсін. Түсіріп алыңдар ананы. Түсіңдер ана. Мен тарсып Не істеп жатырмын? Өртеп жатырмын. Қытайды өртеп жатырмыз. Не үшін не істеп жатсың? Әлімнұр Тұрғанбайұлы. Біз Қытайға қарсымыз, біздің туымыз қой біз. Сен бұны қорғауға міндетті емессің, атаман. Неге істеп жатсыңдар? Әрекеттеріңізді бұның бәрін жауапқа тартасыздар ғой сіздер. Мынандай істеп жатқандарыңыз. Бұны өртеген үшін сен ұстатып бар ма? Қандай мақсатпен істеп жатсың? Сен қорғайсың ба? Сен қорғайсың ба? Қытай сен қорғайсың ба? Қандай мақсатта жиналып Тұрғанбайұлын босасын. 4 ай болды Қытай ұстап отыр, босасын. Мына жоғарыдағы жемқорлар қолдарынан келмейді, бұлар жемқор сатқын биліктердің сатқын өңкей. Қолдарынан боқтайды. болмайды оның заң жүзінде өзі бар ғой, заңға тәртіп бар оның да. Неге жоқ екенде? Әкеш! Мен тап міне. Қытай құрт берсін, құрт берсін. Құрт берсін, Ата жау Қытай құрсын. Өртеуізді. Тағы өртеңдер. Жермен жексен болсын. Анадан тартыңдар міне. Сендер кімді қорғап жүрсің? Қытайды қорғап жүрсің бе? Бұл шекаралы аймақ. Бұл шекаралы аймақ. Қазақстан жері. Қытайдың Біз Қазақстан министрлігіне барда еді. Кім екеніңізді таныстырып жібересіз бе? Таныстырып көрсетті мен. Кет тараңдар енді. Бұл кісі кім екен? Кім? Жоқ, айтты жаңа. Айтты. Жақсы түсіндік. Қайтай барлығымызды қорғаймыз. Біз халықаралық ұйымдарға тіркелген. Тұрғанбайға бостандық. Адам ұйымдар қорғайды. Әрқашанда өйткені біз Қазақстан Республикасының азамат болғаннан кейін бізді
заң Өз қорғайды. отанына, отбасына қайтарғанша қарсылығымызды тоқтатпаймыз. Өйткені Қазақстанның толыққанды азаматы Қытай заңсыз түрде қамап отыр. Қосель азаматы деп жала жауып отыр. Тек қана Қазақстанның азаматы жауап берсін, ертеңнен қалдырма Қазақстан маған. Өйтпесе жауап беретін жерде айтсын, сұрамаймын деген жауабын берсін. Жеткізіңдер, кептіріп өтсіңдер сендер. Қайтайық болды. Сізді режим тоқталсын. Қытай экспансиясына қарсымыз. Қазақ-Қытай визасы режимі тоқтатылсын. Не жағдай болып жатыр? Қазақстанның қандай құқығы бар екен? Сабыр етіңіздер. Не болды? Не жағдай болды? Сабыр еткен 4 ай болды. Міне Қазақстан азаматы тоқтатылсын. Қазақстан азаматы Қытайдың түрмесінде зорлық Сендер жүрсіңдер Қытайдың туын қорғап. Мына жоғарғы сатқын жемқорлардың қолынан келмейді. Біздің Қазақстанымыздың бір азаматын шығарып беруге не деген сұмырай, не деген сорлы немедерді сорлылар. Міне Қытайдың жермен жексен қылып жатырмыз. Қытайға наразылық ол. Қытайдың туын өрлеп жатырмыз. Біздің азаматымызды жібермей отыр. Қазақстан азаматын. Кім деген ол кісі не істеп қойды? Бәрі біледі, министрлікке дейін біледі, бәрі біледі. Ол саған бәрі жеке-жеке барлығын айтуға міндетті Міне емес. Қазақстанның қақпаған есігім жоқ, бар есігіне барып болған Министрлікте бәрі біледі оны. қайсынан сұрасаң да біледі, дүзбенен біліп отыр. Әлімнұр Тұрғанбайұлы, мінекей 4 ай болды қамалғалы. Қазақстанның азаматы. Ал Қытайдың азаматы болса мен сендерде сөзім жоқ еді. Сабырлыққа керек. Тыңдаңыздар. Енді Ұйғыр ауданы аға прокурор Асқарбек Ғалшар болды. Ұйғыр ауданы емес қой. Сіз сонда бізге келіп тұрсыз ба? Көрсетіңіз. Автоном деген жоқ. Көрсетіңіздер. Сабыр етіңіздер. Тоқтаңыздар. Сабыр еткенім неге 120 күннен бері сабыр етіп күтіп отырмыз осы. Автономия жоқ қой. Алматы облысы Ұйғыр ауданының заңды өкілдері мына жерде. Бізде автономия жоқ қой ондай. Автономия емес, аудан деп. Қазақтың жері. Қазақстан аты емес шығар ол. Барлық ұлтқа беріп қояйық, Қытай ауданы, Дұңған ауданы деп ондаймыз. Негізгі мәселеге көшейік. Бейбіт жиналыс, митинг, шерулер, пикет және демонстрация ұйымдастыру мен өзін өткізу тәртібі бар Қазақстан Республикасы. Бейбіт жиналыстарды өткізу. Сіздер алдын ала рұқсат алған бедіңіздер, жергілікті атқарушы органдар алмаған болсаңыздар, әкімшілік және де қылмыстық жауапкершілік бар, соны түсіндіре кетейін дегенмін сіздерге. Тұра, онда мен де айтайын. Министрлікке де, сыртқы министрлікке де Қазақстанның Қытайдағы елшілігі, Үрімжідегі консулдықтың барлығы біледі бұл істі. Және ол болғанында 130 күнге таяды. Ешкім оған араласпай отыр. Қазақстан сыртқы министрлігі әуелі оның Қазақстан азаматы екенін біле тұра, мойындай тұра, әлі сол азаматты сұрамай жатыр. Өзіңіз таныстырыңыз. Мен Аты-Жүз Бекзат Мақсұтханұлы, мен Аты-Жүз партиясының жетекшісімін. Тіркелмеген Аты-Жүз партиясының жетекшісімін. Иә. Қалғандарыңыз мүше. Жаңа түсіндіріліп отыр ғой. Бұндай шеру жасау үшін, бейбіт шеру жиналу үшін рұқсат керек. Жергілікті атқарушы Қоғамға қандай зияны болды? Қандай қауіп болды қоғамға? жергілікті атқарушы органнан рұқсат Жоқ, қандай қауіп болды? Кімге зиян болды? Кімнің жолын бөгедік? Қандай қауіп төнді? Ол қауіп менске қауіп туралы айтып отырмын. Қоғамға қандай залалы болды? Қытай келіп мына жерге сыйып түсіп кетсе, оған қарамайсыңдар. Оларға көздерді жұмыс қарайсыңдар. Қазақтан қазір барлығымыз тарайық. Бір бес қазақты бас Жауапкершілік көзделген айтпаса. Мына жерден қарамасаңыздар, жауапкершілік Қарамай не көзделген. істеп тұрмыз енді алады? Ондай болатын болса, полиция қызметкерлері қазір күштеп қайтаратын болады. Жоқ, біз тарамай, енді алады. Не істейміз? Тараймыз онсыз да. Қайтайық, мына жерден қайтайық. Жүріңіздер, барлығымыз шығайық. Сен айтпасаң да кетеді. Барлығымыз шығып, сіздер өздеріңіздің жағында өтініш нелеріңіз болатын болса, Оны бәрі айтып болды. сонда алдында прокуратурада отырады. Немесе жергілікті атқарушы орган, міне, акимат дейміз ғой, сол кісілер осында отырады сонда. Сыртқы істер министрінің боқ та келмейді. Қазіргі таңда қайтайық барлығымыз. Сіздер қалай кезігіп қойдыңыздар? Қайтайық мына жерден, қарайық барлығымыз. Сатқындар. Жауапкершілік көзделген. Арандап қалмайық. Қайтайық барлықтарымыз машинамызға отырып. Жақсы. Ерікке отырған жоқ бізде. Бейбіт өмірде сүріп жатырмыз ғой барлығымыз. Заңды бұзбайық. Қазақстан Республикасының азаматымыз. Қазақстан Республикасының заңында, конституциясында белгіленген бірінші байлық, мемлекеттің байлығы халық деп есептелінеді. Біз халықпыз. Ал біз
конституциялық құқығымыз бойынша осының бірінші бабындағы өзіміздің құқықтарымыз бойынша өзіміздің заңдық құқықтарымызды қорғап отырмыз. Дұрыс, оны айтып отырмын ғой енді. Ондай сөз бостандығы Тоқаев президент айтқан әрқандай жерде бейбіт өткізуге болады деген заң бар. Ол айтылған нәрсе. Ал енді біз мына жерде рұқсат алған жағдайда сіздер рұқсат алдыңыздар ма? сіздің сөзіңізді тыңдадым ба? Рұқсат алдыңыздар ма? Мен сөйлеп алайын.